Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Сымбат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сізге тауық етінен жасалатын өте дәмді әрі ерекше тағамның рецептісін ұсынамын. Өте оңай жасалады, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен тауықтың төс етін көлденеңнен жұқа бөліктерге бөліп аламыз. Піскен кезде жұмсақ әрі нәзік болуы үшін етті арнайы балғамен соғып аламыз. Тауық етіне дәміне қарай тұз және қара бұрыш себеміз. Тауық етін аударып, екінші жағына да тұз және қара бұрыш сеуіп шығамыз. Формамызға аз мөлшерде сұйық май құйып жағып шығамыз. Тауық етін формаға орналастырамыз. Қаймаққа сарымсақты езіп, араластырып соус дайындаймыз. Соусты тауық етінің бетіне қалыңдатып жағып шығамыз. Үстіне жұқалап туралған қызанақ қойып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. 30 минут өткен соң бетіне ірімшік қойып шығамыз. Ірімшікті еріту үшін пешке тағы да 5 минутқа саламыз. Біздің тағамымыз дайын, қасына кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Өте дәмді болып шығады, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.